Сендер хан талапай ойынын білесіңдер ме? Жарайсыңдар. Ендеше мен сендерді хан талапай ойынның шарты мен ойналу жолымен түсіндіріп өтейін. Хан талапай ойыны ол бізден ежелден келе жатқан қазағымыздың ұлттық ойыны. Ал хан талапай ойынның шартына келетін болсақ, хан талапай ойыны мынандай міне қоржынға салынады. Ол қоржында бізде асықтар бар. Осы асықтардың ішінде бізде қызыл түсті асық бар. Ол бізде хан асығы деп аталады. Сол хан асығы кімге түседі, сол бала ойынды бірінші бастайды. Мен қазір міне алдарына қоржында тұрған асықты шашамын. Сол асықты сендер әр бала өздеріне алдарына жинап аласыңдар. Келістік пе, балалар? Ал қай бала көп асық жинайды, сол бала осы ойында жеңіске жетеді. Ұқтыңдар ма, балалар? Ал ендеше ойынымызды бастайық па? Ал мен қоржынды ашып, асығымды шашайын. Талапай, талапай, асық ойын бастайық. Маған түсті. Жарайсың. Мансұрға түсті екен. Ал тұра қалайық балалар орныңыздан. Асықты өздеріне бір асықтан алып қаласыңдар да, қалған асықты барлығын жерге тіземіз. Сызықтың үстіне. Қане, тізейік балалар. Ал енді барлығымыз тұра қалайық шетіне. Бір асықтан алып қалдыңдар, өздеріне ататын асық алып қалдыңдар ғой. Жарайсыңдар. Ал енді тұра қалайық. Кімде болды және бізде асық? Мансұрда болды. Ал енді Мансұр бастаймыз. Балалар, ойын қызық болды ма сендерге? Жарайсыңдар, өте жақсы ойнадыңдар. Ал енді балалар, дорбамызда кім қанша асық жинады? Қане санайық. Сізде берген бала кім болды, балалар? Ерсін болды. Жарайсың, Ерсін.